спонжикпен жағамын. Давайте на жақтарыңызды постоянно, поэтому кішкене жоғары қараңыз. Жоғары қараңыз. Давайте. Так. Мне кажется, дополнительно еще консилер сделать на цветские оттенки. Все, на көзге типке кендірді алып тастайын артықтарын. Жүзді алып тастаймын. Все. Көзіңізге ештеңе не тұрған жоқ па, не мешается? Кіріп тұрған жоқ па ештеңе? Ештеңе мешать етіп тұрмасын. Енді консилер. Көзіңіздің астына жаған ең жақтарыңызда походу бриж болған сияқты ол жерде. Бридждің өзі тұр сонда. Көзіңізді жұма тұрыңыз өстіп. Қазір көзіңізді жұма тұрыңыз өстіп. Қазір спонжбен алып тастаймын. Все. Может распределяться это прям. Нет, негізі өзіңіздің кожаңыз айпат екен. Сухой болса да все-таки андай кейде болады, жаққан кезде кожа андай сразу как будто окисляется, знаете, вот сондай болады. Бірақ сіздің ондай емес, кожаңыз керемет күшті. Давайте сразу нені жағайын. Румяна. Так, бронзер. Румяна и бронзер осыларды қолданамын. Потом нені жағып. Хайлайтер. Давайте бірінші осы румянамыз жағайық. Так. Мне кажется, сізге осы цвет келетін сияқты, такой более розоватый. Если қорқып тұрсаңыз, давайте на себе покажу. Вот қараңыз, менде более розоватый тұр, да. Сейчас чуть-чуть добавлю. Вот видите, чуть-чуть андай бір легкий розовый цвет берет. Не знаю, как понятно. Мен енді қараңыз, сізге осы мұрныңызға жағам, мына жаққа, көзге чуть-чуть, мына жерге жағам, и мына жерге чуть-чуть. Вот остатокын ғана, хорошо. Это для того, чтобы бетіңізде равномерный цвет болу үшін. Давайте сразу отмешаем. Я постараюсь закидик.
вот сондай вайб у кісі, прям знаете. Енді не скажу, что полный сабақ алу керек у кісіден деп шыны. Мне кажется, тиюат нәрселер все-таки бар. Ну, именно вот мен айтқым келеді, вот менің жаңағы абайдың қара сөзінде де айтады ғой, керегіңді ал деп шығу да. Егер бір нәрсе керек болып жатса, жаңағы менің айтқандарымнан жаңағы өміріңе дегенше соны жаңағы қолдан дейді ғой. Сол сияқты енді маған ол кісінің айтқандарынан қатты ұнағаны, вообще оның деятельності ұнағаны, әйел адамдарды ашады, понимаете. Қазір көзіңіз жұма тұрыңыз, хайлайтер жағайын. Мына цветті, көрдіңіз ба? Жұма тұрыңыз. Так вот, айтқым келгені, енді бізде Қазақстанда әйел адамдар еркек сияқты болып кеткен ғой. Ол енді әйелдердің кінәсі емес, по сути еркектер ғой. Әйел сияқты болып кеткен, ну и приходится әйелдерге еркек сияқты болып. Но все же кейбір әйелдер андай все равно еркек сияқты болып кетеді ғой, еркектің ісін істеп. Енді оның бір психологический объяснение